Саламатсыздар ма? 5-ші сыныптың оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы натурал сандарды салыстыру және қос теңсіздік. Натурал сандарды салыстыру дегенді бұрыннан да білесіздер. Енді оны координаталық сәуледе қалай салыстырамыз? Координаталық сәуледе үлкен сан оң жақта, кіші сан сол жақта орналасады екен. Мысалға, мына В нүктесі оң жақта орналасып тұр, А нүктесі сол жақта орналасып тұр. Сондықтан В нүктесі А нүктесінен үлкен болады екен. Енді разрядтары бойынша қалай салыстырамыз? Мысалы, мынау бізде бірлігі, ондығы, жүздігі, мыңдығы, 10 мыңдығы. Бастапқы разрядтары тең, мысалы 38, мына жерде 5. Одан кейінгі разрядтар бойынша салыстырған кезде, мына жерде қазір мынау 7 болса, мына жер бізде 6. Бізде 7 6-дан үлкен олай болса, бізде мына сан үлкен болады екен. Енді сандар салыстырған кезде бізде мынау кіші, үлкен, немесе тең деген үш нені қолданамыз. Кез келген натурал сан, мысалы 5 деген сан, ол 0-ден әрқашанда үлкен болады екен. Және бір саны ол ең кіші натурал санға жатады. Ал ең үлкен натурал сан ол болмайды екен. Енді осы тақырып бойынша қос теңсіздік туралы айтып кетейік. Бұл енді 3 сан салыстырған кезде қолданылады. Мысалға, мына жерде 18, 25, 40 болса, оның үшеуін салыстырған кезде мынадай теңсіздікпен жазылады. Бұны қос теңсіздік деп атаймыз. Мысалға, оқыған кезде 25 саны 18-ден үлкен және 40-тан кіші деп айтылады. Мысалға, мысал ретінде тағы бір мысал келтіріп кетейін. Мысалға, 7, 18, 28 деп берілетін болса, бұл санды салыстырған кезде мынадай қос теңсіздікпен жазып кетеді екенбіз. Оқығанда 18 саны 7-ден үлкен, 28-ден кіші деп оқылады екен. Енді осы тақырыпқа берілген бірнеше есептерді қарастырайық. Бірінші 30-шы есеп. 1-де 10-шы суретте координаталық сәуледе А, В, С нүктелерінің координаталарын табыңдар дейді. Енді координаталарын табу үшін мына жерде ары қарай жазайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни А нүктесінің координатасы 2-ге тең, В нүктесінің координатасы 5-ге тең, С нүктесінің координатасы 7-ге тең. Енді ары қарай салыстыру бізде оңай ғой. А нүктесі мен В нүктесін салыстыр дейді. Бізде А нүктесі мен В нүктесін салыстырған кезде, жай жазып кетейін. А нүктесі мен В нүктесін салыстырғанда бізде В нүктесі үлкен болады. Міне. Келесі С нүктесі мен В нүктесін салыстыратын болсақ, С нүктесі үлкен болады екен. Одан кейін А мен С-ны салыстыратын болсақ, А нүктесі мен С нүктесін, бізде С нүктесі А нүктесінен үлкен болады екен. Ары қарай келесі 31-ші есеп қос теңсіздік түрінде. Бағанағы мысалда көрсетілген сияқты қос теңсіздік түрінде жазамыз. 7 саны 5-тен үлкен және 10-нан кіші. Келесі 21 саны 19-дан үлкен және 35-тен кіші деген осылай жазам. Келесі 914 деген сан бұл 814-тен үлкен және 999-дан кіші деп қос теңсіздікті осылай жазады екенбіз. Ары қарай 32-ші есеп. Мына сандарды салыстыруымыз керек. Бұл жерде енді осы күйінде бір өлшем бірлікке айналдырмай та салыстыру болады. Бірақ мен сіздерге айналдырып салыстырып көрейін. 65 сантиметр мен 1 метрді салыстырайық. 65 сантиметр деп жазбайын. 1 метрде бізде 100 сантиметр бар, е? Олай болатын болса, бізде 100 сантиметр 65 сантиметрден үлкен болады екен. Екінші, 1 килограмм бізде 1000 грамм бар. Ол 1000 грамм 950 граммнан үлкен болады екен. Ары қарай үшінші, 1 сағатта 60 минут бар. 60 минут бар. Ол бізде 45 минуттан не болады екен? Үлкен болады екен. Ары қарай келесі 4-ші. Бұл жерде 8 дециметр дегеніміз ол 80 сантиметрге тең. Мына 75 сантиметр. Ол үлкен болады. Келесі 5-ші. 1500 килограмм. 2 тоннада 2000 килограмм болады. Сонда 2000 килограмм үлкен болады. Ары қарай 6-шы. 120 секунд. Енді 1 минутта 60 секунд болса, мынаны 60-ға көбейтсем, менде 180 секунд.
Ол 120 секундтан үлкен болады екен. Ары қарай келесі 33-ші есеп. Сандарды разрядтары бойынша салыстырыңыз. Бұл манағы есеп сияқты оңай, оны өздерің шығарып алуларына болады. Енді бастапқы біріншісі мысалы мынау үлкен болады. Мына жерде салыстырған кезде мысалы мына жерде бастапқы разрядтары тең, мысалы 19 деп тұрмын, одан кейін мына 2 болады. Мынау 5 болса, олай болса мына сан үлкен болады екен. Ары қарай өздерің шығарып алыңдар. Келесі белгісіз цифрлары жұлдызшалармен алмастырылған сандарды салыстырыңдар. Енді мына жерде мынау 3-тен балсан, мынау 3-тен балсан, бірақ мынау 8-ден басталып тұр, мынау 2-ден басталып тұр. Олай болса, мынау бірінші несі бойынша мынау үлкен болады. 8 2-ден үлкен ғой. Келесі мынау бізде 4-тен балсан, мынау 5-тен балсан. 5-тен балсан әрқашанда 4-тен балсаннан үлкен болады. Сондықтан мынау үлкен болады. Ары қарай мынау бізде 5-тен балсан, мынау 6-тен балсан. Сондықтан мына сан үлкен болады екен. Ары қарай мынау бізде 4-тен балсан, мынау да 4-тен балсан. Бірақ та 9 бізде 2-ден үлкен, сондықтан мына сан үлкен болады екен. Енді мынау өзі, мынау да сондай, мынау 5-тен балсан, мынау 4-тен балсан, мынау үлкен болады екен. Ары қарай келесі мынау бізде 3, 6, 7. 7-тен балсан, 3, 6, 7, 8-тен балсан, мына сан үлкен болады екен. Келесі 35-ші есеп тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс дейді. Кез келген 3-тен балсан, кез келген 4-тен балсаннан кіші дейді. Бұл тұжырымдама бізде дұрыс болады екен. Дұрыс деп жазбайық. Келесі 0 саны кез келген натурал санынан үлкен дейді. Бұл дұрыс емес. Дұрыс емес. Келесі ең үлкен 4-тен балсан, ең кіші 5-тен балсанның 1-ге кем. Бұл дұрыс. 0 саны кез келген натурал санынан кіші. Бұл дұрыс. Енді осының әрқайсысына мысал келтіріп кетуге болады. Мысалы, кез келген 3-тен балсан, кез келген 4-тен балсаннан кіші болады дейді біріншісінде. Келесі 0 саны, ол әрқашанда кез келген натурал саннан кіші болады. Яғни мына сөйлем дұрыс, мына сөйлем дұрыс емес, екі бір-біріне қарама-қарсы сөйлем. Келесі үшіншісі ең үлкен 4-тен балсан, ең кіші 5-тен балсаннан 1-ге кем. Мысалға, ең үлкен 5-тен балсан бізде 10.000 болатын болса, ең үлкен 4-тен балсан ол 9.999-дан азайтқанда міне 1-ге кем болады екен. Мысалдармен дәлелдедік. Енді ары қарай 36-ші есеп. Стадионнан келе жатқан Қайрат, Мирас, Нұртас және Айдос 4-еуі де футболистер дейді. Енді Қайрат, Мирас, Нұртас, осы 3-еуінің біреуі қақпашы дейді. Қақпашы. Келесі сөйлем Мирас, Нұртас және Айдос. Біреуі қақпашы, осылардың да біреуі қақпашы дейді. Енді Нұртас қақпашы емес дейді. Яғни мына Нұртасты алып тастаймыз, қақпашы емес. Стадионға келе жатқан футболистердің қайсысы қақпашы? Сонда екеуінде де Мирас қайталанып тұр. Бұлай болса бізде жауап Мирас. Мирас қақпашы болады екен. Қақпашы. Так, бұл қосымша есеп. Ары қарай келесі. 37-ші есеп. Теңсіздіктегі жұлдызшаның орнына теңсіздік тура болатындай ең кіші сан шығатын цифрды қой дейді. Енді мына жерде разрядтары бойынша салыстырасың. Бастапқы разрядтары мысалы мынау тең қара. Мынау да 4-тен балсан, мынау да 4-тен балсан. Бастапқы разрядтары тең, міне. Олай болса, мына жердегі мына сан кіші болу үшін 3-тен кіші сан қойымыз керек. Ол бізде 3-тен кіші сан 0, 1, 2-де, соның ең кішісі 0 олай болса, бізде 0 қоямын. Мынада да сондай, мынау 5-тен балсан, мынау да 5-тен балсан. Бастапқы разрядтары тең, міне, бастапқы разрядтары тең. Олай болса, мына жерге мынау кіші болу үшін, мұнда да 0 қоямыз. Себебі 5-тен кіші 0, 1, 2, 3, 4 қосының кішісі 0. Келесі, мынау бізде үлкен болу керек. Егер де мында 6 қоятын болсам, екеуі тепе-тең болып кетеді. Сондықтан мында 7 қоямыз. 6-дан үлкен сандар көп, қосының ең кішісі 7. Келесі мынада да 5-тен балсан, мынада 5-тен балсан.
мына бізде үлкен болу керек. Үлкен болу керек. 0 қойсам бізде кіші болып кетеді. Сондықтан 0-ден үлкен сан ол 1 ғой. Сонда мына 11296 үлкен болады 10497-ден. Келесі мына санда мына сан үлкен, мына сан кіші болу керек. Яғни мына жерге қоямын. Кіші болу үшін мұнда да 0 қоюға болады. Ең кішісі 0 қоюға болады. Келесі мына жерде мына 6 таңба алсан, мына да 6 таңба алсан. Енді үлкен болу үшін бізде мына жерде 3-ден үлкен болатын санды қоямын ғой. Мен 3 қойсам, мына кіші сан болып кетеді. 397, 365, мына 6, мына 9 ғой. Сонда мына жерге мен 4 қоямын. Сонда 465.913 үлкен болады, 397.224-ден. Так, 1-11 суретте координаталық сәуле бойындағы А, Б, С-ді кесінділерін салыстырып, нәтижесін теңсіздікпен жазыңдар дейді. Енді мына жерде цифрларын қояйын. 1, 2, 3 болады. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 болады. 11, 12, 13, 13-ке тең. 14, 15, 16, 17, 18. Так, енді бізде бірінші А, Б кесіндісінің мәнін табайын. Біріншісі бойынша. А, Б кесіндісі міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ге тең. 7 емес. 7, 8, 9, 10. Немесе 13-тен 3-ті алып тастаймын 10-ға тең. Так, келесі С-ді кесіндісін табайын. С-ді. 3, 6, 7, 8-ге тең. Енді бізде А, Б мен С-ді кесінділерін салыстырып, нәтижесі теңсіздікпен жаз дейді. Жек жазайық. А, Б кесіндісі бізде үлкен болады. С-ді кесіндісінен. Немесе цифрларымен жазатын болсам, А, Б-ның мәні 10-ға тең, ол артық болады 8-ден. Келесі екіншісін жазсам, А-сының мәнін тауып алайық. А-сы дегеніміз міне 3, 6, 7-ге тең. Немесе 10-нан 3 алып тастаймын 7 болады. Келесі С-В. С-В 3-ге тең. Келесі В-ды бізде 5-ге тең. В-ды 5-ге тең. Енді бұны теңсіздік түрінде жазғанда, мына жерге жазып кетейін. Бізде қос теңсіздік түрінде жаз деп тұрған. Қос теңсіздік түрінде 3. Жоқ, не А, Б мен жасатын болсам. Так, жақсы осылай жазып алайын. 3, былай. 5 саны 3-тен үлкен және 7-ден кіші. Немесе А, Б, С мен жазатын болсам. С-В кіші. Мына жерде В-ды және А-сы. Немесе оқыған кезде В-ды кесіндісі С-В кесіндісінен үлкен және А-сы кесіндісінен кіші болады екен.